Сәлем достар, бүгін сіздермен аузыңызға салғанда еріп кететін өте песочный печеньелар жасаймыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Келесіде шығатын видеоларымды жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ыдысымызға сары майымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Осы жерде 2 жұмыртқаны бір-бірден салып, тағы миксерлейміз. Менің жұмыртқаларды салған видеом өшіп қалған екен. Жұмыртқаларымызды сары майды миксерлеп алғаннан кейін сахарный пудрамызды салып, тағы да миксерлеп аламыз. Ал енді сұйық майымызды құямыз, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Бізде дәл осындай сұйық масса болады. Силикон лопатамен шеттерінде қалып қойған қамырларын түсіріп жақсылап араластырып жіберіп, кукурузный крахмалымызды саламыз, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Достар, менің каналымда әртүрлі тағамдар, десерттер, салаттар, торттардың рецептері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Барлығы сенімді, өзім неше жылдан бері қолданып келе жатқан рецепттер. Печеньелардың түсі әдемі болу үшін кішкене сары түс қолдандым. Сіздер қаласаңыздар қолдансаңыздар болады, қаламасаңыздар қолданбай-ақ қойыңыздар. Жақсылап силикон лопатамен араластырып жіберіп, електен разрыхлителімізді өткізіп аламыз. Және ұнымызды салып, тағы да өткізіп аламыз. Жақсылап силикон лопатамен араластырып аламыз. Қалған ұнымызды салып, тағы да електен өткізіп, бірдей қамыр болғанға дейін араластырамыз. Толық грамдарын описанияға жазып қалдырамын, сол жерден көре аласыздар. Жақсылап араластырып алдық, бізде дәл осындай қамыр болады. Енді дәл осындай капелька шоколадын салып, тағы да қасықтың көмегімен араластырып аламын. Бұл шоколадты сіздер кондитерский магазиндерден таба аласыздар. Менде осындай морожененің қасығы бар еді, осымен мен печеньеларға форма беріп шығамын. Ал сіздер бұндай қасықтарыңыз жоқ болса, өзіміздің қасықпен жасасаңыздар да болады. Дәл осылай пергамент қағаз төселген формаларымызға печеньеларымызды жайғастырып аламыз. Біздің печеньеларымыз дайын болды. Қызып тұрған 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Ал біздің печеньеларымыз пісіп шықты, дәл осындай өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі аузыңызда қалатыны сөзсіз. Сіздерге видеом ұнаған болса, осы видеоға лайк басып, комментарияға міндетті түрде өз пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Және менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Келесіде шығатын видеоларымды жіберіп алмау үшін қоңырауша түймешесінде басып қойды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларымда көріскенше сау, сәлеметте болыңыздар.